Ашық сабақ 8-ші сынып, бөлім жаһандық энергетикалық дағдарыс. Шыңғыз Айтматов, Кассандра таңбасы, сабақтың тақырыбы болашақ энергиясы. Тақырыпқа берілген оқу мақсаттарымен танысамыз. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау, мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала, пікір, интервью жазу. Психологиялық дайындық. Галереяны шарлау ойын арқылы сабаққа дайындаламыз. Мәтін алды жұмыс, жаңа сөздермен танысамыз. Тақырыпқа берілген жаңа сөздер. Дәстүрлі емес, кездейсоқ, қатер, жаңашыл, шамамен, күтілуде, сараптама, тарату, бәсеке. Болашақ энергиясы туралы не білеміз? Сабақтың тақырыбын ашу. Оқушылар болашақ энергиясы туралы өз пікірлерін айтады. Мәтін мен жұмыс. Тыңдалым 5-ші тапсырма. Мәтінді тыңда. Мәтінде қандай мәселе көтерілгенін анықтап, стилін айт. Тапсырмаға берілген дескриптор мәтінді тыңдайды, көтерілген мәселені анықтайды, стилін айтады. Тыңдаймыз. Балама энергия, энергияны табиғи шикізаттан емес, қоршаған ортаны уламайтын, таза табиғи жолмен өндіретін энергия. Балама энергия көздеріне күн, жел, су, биоотын және геотермальды энергетика жатады. Әлемде көптеген елдер энергетикалық дағдарыстан шығу үшін балама энергияны пайдаланады. ақш, Канада, Англия, Қытай, Жапон елдері балама энергияны пайдаланады. Күн энергиясы дәстүрлі емес энергияның бір түрі. Оны пайдалану кездейсоқ емес. Күн энергиясы бітпейді, әрі экологияға қатер келтірмейді. Сондықтан бұл жаңашыл идеяның болашағы үлкен. Күн жердегі тіршіліктің болуына, өзендердің ағуына, желдің соғуына, өсімдіктің өсуіне тікелей әсер ететін бірден бір энергия көзі. Мұнай, газ, көмір де күннің арқасында пайда болған. Адамзат күн энергиясының шамамен 10 мыңнан бір бөлігін ғана пайдаланады екен. Күн энергиясының 1% ғана пайдаланса, адамзат бірнеше ғасырға дейін энергетика мәселесін шешеді. Біздің елімізде балама энергияны пайдалану кең тараған жоқ. Мамандардың сараптамасы бойынша елімізде балама энергияны пайдалану 1% екен. Оны тарату болашақтың ісі. Сабаққа берілген тілдік бағдар. Публицистикалық стильде мемлекет, қоғам, ел үшін маңызды экономикалық және тағы басқа мәселелер туралы жазылады. Жазылым тапсырмасы. Т жазу кестесі. Тақта мен жұмыс. Оқушылар тақтада Т жазу кестесін орындайды. Дәстүрлі, дәстүрлі емес деген сөздер тіркесетін сөздерді тауып, Т кестесін толтырады. Мен болашақтың энергиясын қалай елестетемін? Оқушылар өз пікірлерін жазады. Оқушыларға үлгі. Жап-жасыл Қазақстан. Күн нұрынан нәр алып,
су күшімен қуаттанып, желдің самалымен желпініп өндіріліп жатқан энергия күштерімен тыныстау үстіндегі әлем. Тап-таза, кіршіксіз табиғат, ауру сырқаусыз дүниеге келген періште сәбилер, дені сау ана, дені сау халық. Гаджеттер мен смартфондардың қуаттау үшін, машиненің дөңгелегінің жүріп, діттеген жерге жету үшін, жарық сәуле алу үшін, тіпті электронды кітаптарға да қуат беру үшін, табиғаттың сарқылмас күшін пайдаланып жүрген адамзат кейпі болашақтағы біздің және біздің ұрпақтарымыздың заманасы. Оқу мен білім жаңаша жаңалықтарға ұмтылған жалынды жастардың ғасыры. Мен жұдырықтай жүрегіммен болашақ энергиясын осылайша сеземін. Қара көздеріммен алдағы 1000 жылдықтың парағын осылай елестетемін. Балаң көңіліммен Қазақстан әлем сахнасына жариялаған энергиялардың өндірілетініне нық сенемін. Ал осы энергия көздерін тұтынған әлем халқы ең бақыттылар қатарынан болатынына да еш шүбәм жоқ. Мәтін соңы жұмыс, интервью әдісі. Дескриптор. Екі топ бір-бірінен интервью алады. Берілген сұраққа дұрыс жауап береді. Ресторан әдісі арқылы сабаққа кері байланыс береді. Мен тағы тапсырыс берер едім. Маған бәрінен ұнағаны. Менің асқазаным қорытты. Келесіде маған қосыңызшы. Сабақ аяқталды. Үйге тапсырма, 10-шы тапсырма. Назарларыңызға рахмет.